Какаоның адам денсаулығына қаншалықты пайдасы бар? Халық медицинасында жаман холестерин деңгейін какаомен төмендетуге болады деген сөз қаншалықты рас? Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Сондай-ақ бұл каналда сіздің денсаулығыңызға пайдалы барлық ақпараттар бар. Сондықтан бірден тіркеліп алыңыз. Мамандардың сөзінше, бұл сусын қан қысымын төмендетеді, қан тамырларын кеңейтеді, жаман холестерин деңгейін төмендетеді, сонымен қатар көңіл күйге жақсы әсер етеді. Бұл ретте мамандар сусынды әсіресе артық салмағы бар адамдар, сондай-ақ жүкті әйелдер тым көп ішпеуі керек екенін ескертеді. Ол шамадан тыс қозғыштығы мен ұйқысыздығы бар адамдарға какао ішуді тоқтатуға кеңес береді. Өйткені сусынның құрамында кофеин бар. Семіздік және қант диабетімен ауыратын адамдарға су немесе майсыз сүтке какао дайындап, қанттың орнына рұқсат етілген тәттілендіргіштерді қосу ұсынылады. Сусын асқазан сөлінің өндірісін ынталандыратынын айтады. Осыған байланысты асқазан ішек жолдары аурулары өршіген адамдарға күніне 2 кесе какаомен шектелуге кеңес береді. Мына 6 ауру мазалағанда какао ішіңіз. Бар жоғы бір шыны какао қан қысымын түсіреді, сүйекті нығайтады және депрессиядан арылтады. Одан да басқа дертке дауа бола алады. Какао хош иісімен, ерекше дәмімен кез келгеннің сүйікті сусынына айналған. Оның пайдасынан бөлек емдік қасиеті де мол. Құрамындағы кальций, магний, темір, калий, мыс, мырыш, марганец элементтері мен А, Е, С және В1, В3 тобындағы дәрумендер адам ағзасы үшін керемет қызмет атқарады. Мысалы, магний стресспен күресіп жүйкені тынықтырса, темір қан түзу мүшелерін жақсартады. Ал кальций сүйекті нығайтады. Одан бөлек мына дертке дауа бола алады. Депрессиядан арылтып, какао Б тобындағы дәрумендерге тиамин, никотин және фолий қышқылына бай. Құрамындағы фенилетилам көңіл күйді көтеріп, эмоцияңызды жақсартады. Егер көңіліңізге қаяу түсіп жабырқап жүрсеңіз, бір шыны какао демдеп ішіңіз. Бұл жүйкеңізді жақсартып, бойыңызды сергітеді. Жаныңыз тынышталып, арқаңыздан жүк түскендей керемет күйге бөленесіз. Тіпті шаршау, әлсіздік, ашуланшақтық сынды жаман әдеттерден арыласыз. Ол сондай-ақ қан қысымын түсіреді. Дәрігерлер қан қысымы көтеріліп кететін науқастарға какао ішуге кеңес береді. Бұл емдік судың құрамындағы азот тотығы қан тамырларды босаңсытады. Осының әсерінен қан қысымы өз қалпына келеді. Тәбетті төмендетеді. Диетолог мамандар какао сусынын диетаға қосуды ұсынады. Өйткені оның құрамындағы хром метаболизмді жақсартып, тамаққа тәбетіңізді төмендетеді. Егер салмағыңыздың бірқалыпты болғанын қаласаңыз, суға дайындалған қантсыз какаоны ішіңіз. Сонымен қатар сүйектерді нығайтады. Какао сүйегі ауыратындар үшін өте пайдалы. Әсіресе сүйегі сынғандар мен остеопороз ауруына шалдыққандарға ем ретінде ішуге болады. Какао ағзаны қажетті кальций мен фосфор элементімен байытады. Құрсақ көтеруге көмектеседі. Какаоның құрамындағы мырыш еркектік жыныстық жасушаның саулығын арттыруға ықпал етеді. Ал мыс пен селен әйелдердегі өсіп-өну жүйесінің жұмысын белсенді етеді. Сондықтан да дәрігерлер жүкті болуды жоспарлап жүрген жұбайларға күніне 1 рет какао ішуге кеңес береді. Сондай-ақ какао жүрек ауруынан сақтайды. Какао қан қысымын түсірумен қатар жүрек ауруларынан қорғайды. Нақтырақ айтқанда, жүрек ұстамасы мен инсульт алудан сақтайды. Емдік сусынның құрамындағы флавонол қандағы азот тотығының деңгейін жақсартып, қан тамырларды кеңейтеді. Қан дұрыс ағып қалыпты айналған кезде жүректің, бауыр бүйректің жұмысын реттеп, холестеринді төмендетеді. Қан сұйылған кезде қандағы қант мөлшері реттеледі. Қабынуды емдейді, әрі инсульттің алдын алады. Күніне қанша рет ішу керек? Емдік қасиеті мол сусынды күнде ішсеңіз де зияны жоқ. Тек суға салып қайнату керек. Қант қосудың қажеті жоқ. Негізінде қаншалықты пайдалы болғанымен мөлшерден асып кетсе зиян болатыны анық. Сондықтан да күніне 1 шыны какао ішуді әдетке айналдырыңыз. Кімге ішуге болмайды? Какаоны асқазанында гастрит, жара және 12 ел ішегінде жарасы барларға және буын ауруына шалдыққан науқастарға ішуге үзілді-кесілді тыйым салынады.
Ал сіз какаоны қаншалықты жиі тұтынасыз? Бұл туралы комментарийге жаза кетіңіз. Ал осы видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеле кетіңіз.